бүгін міне әсерлі сәтте тұрмыз. Мешітімізде қаншама жыл қызмет еткен, осында дәретхана жуып, тазалап, түн ұйқысын бөліп мешітімізді қабылдап жүрген бізде Әмір Сейіт Сапарбекұлы деген ағамыз бар, көкеміз бар. Ол кісі біраз жыл қажылыққа, умра сапарына баруды армандаған. Қаншама түнде ұйықтамай, былай айтқанда құлшылығын жасап, Алладан сұраған. Негізі өзі де білмейді. Қазір сіздердің алдарыңызда сол кісіні шақырып бір умра қажылығына жолдауды берсек деген жоқ ниетіміз бар. Естідіңіз, Әмір Сейіт ағам. Ақсай мешітінің ұйытқы болуымен және де мына бекет қорының ұйымдастыруымен Әмір Сейіт аға, Алла разы болсын қызметіңізге. Алла қызметіңізді көп тоғы міне умра қажылығына. Алла разы болсын. Қуанышымда шек жоқ.